Ассаламағалейкум, құрметті достар, сіздермен бірге мен Бақытжан Абайұлы. Бұл халықаралық Infinity компаниясының тікелей қолдауымен басталып отырған жаңа жоба Топ жарған. Бұл жоба аясында, құрметті достар, сіздермен бірге біз Infinity компаниясынан топ жарып, алға шығып, көшбасшылық танытқан жандармен сұхбаттасып, дидарласатын боламыз. Солай болса, бүгін жобамыздың алғашқы эфирі, құттықтап қойсаңыздар болады. Бүгінгі біздің алғашқы эфиріміздің құтты қонағы Қостанай мемлекеттік университетінің түлегі, агроном, тепловоз жүргізушісі Дастан Қалыбекұлы. Дәке, қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл-күй қалай? Тамаша, өте керемет. Керемет. Жалпы көпшілігін осы Алматының құбылмалы ауа райы тығырыққа тіреп жатады. Ауа райы әсер етпей ме? Жоқ, ешқандай әсер етіп жатқан жоқ. Көңіл-күй тамаша. Сұхбаттасып отырмыз. Ой, бәрекелді. Шайдан ала отырыңыз, тамағыңыз кеуіп қалмасын, өйткені бүгін сұхбат өте қызықты, өте сондай мәнді де мағыналы болады деген сенімдемін. Жалпы, Дәке десем ренжімейсіз? Жоқ, әрине. Дәке, алтын балық ұстап алсаңыз, егерде, қандай үш тілегіңізді айтар едіңіз? Алтын балықты енді орындалатын тілек болатын болса, әрине ол бірінші мақсатымыз, біздің бірінші арманымыз ол әрине балықшаққа оралу. Егер мүмкіндік беріп тұрған болса, балықшаққа қайтып оралып, өмірдегі жасап жатқан қаншама қателіктерді қайтадан жасамау. Екіншіден әрине қазақ елінің, Қазақстанның азаматы болғаннан кейін осы қазақ халқына, еліне бір пайдасы тиетін бір тұлға болып қалыптасу. Үшіншіден ол әрине белгілі бір ақынның айтуынша бүйтіп айтқан екен да, адам болып өмірге келгенің адам болып өту парызың дейді. Сондықтан мен өмірде адамның баласы болып өтетін болса өзі керемет. Жалпы бірінші тілекке оралайын енді. Бала шаққа қайта оралғым келеді. Бала кезде аңсайсыз ба? Әрине, балалық шақты кім аңсамайды? Барлығымыз аңсаймыз, балалық шаққа оралсақ деп армандайтын шығармыз барлығымыз. Бала кездегі Дастан қандай болды? Бала кездегі Дастан өте ерке, әрине. Себебі үйде 6 ұлдың кенжесімін, үйде 6-шысы боламын, сондықтан да өте ерке өстім. Бірақ сол еркелікпен қоса айта кететін бір жайт, енді балалық шағымның барлығы қызықты өтті, барлығы еркелікпен өтті деп айта алмаймын. Себебі менің 8-9 жасымда еркелеп жүрген, мені 9 ай құрсағында көтерген анам өмірден өтіп, үлкен бір Аллахтың қалауымен бір сондай сынақ болды. Сол кезде бір өмірімде бір қатты өзгеріс пайда болды. Өйткені ол кезде балалар көшеде футбол ойнап, доп қуалап жүрсе, менің жұмысым үйде жинау, үйдегілерге тамақ пісіру деген сияқты. Енді 6 баланың 6-ау да ер адам болғаннан кейін, әрине барлық күш ол үйдің кенжесіне түседі, үйдің шаруасын айтып отырмын жалпы. Сол үйдің шаруасында өстік, үй шаруасының баласының. Бала кездегі Дастан нені армандайтын жиі? Бала кездегі Дастан, енді бала кезімізде өзіміз жалпы әулетімізбен спортқа бейім, спортқа жақын адам болдық. Менің бала кездегі арманым, білмеймін енді, ес білгелі бір бокстан бір әлем чемпионы болсам деген бір үлкен арманым болатын. Бірақ енді сол арманның жетегінде қалып та қойған жоқпыз. Бірақ сол кезде марқұм Жұмабек деген көкем бар. Сол кісінің тәрбиесінде өстім. Сол кісі көптеген жаңағы спортқа жетелеп отырды, өйткені ол өзі спорт саласының маманы. Сондықтан кейін ол кісі бізге көп нәрсе үйретті. Жалпы сол боксер болу арманым болатын болса, сол боксшы болу арманым болатын болса, сол жолда жүрдім. Және жетістіктерім де аз емес. Негізі қалыптасқан қағида бойынша спортқа жақын, жаңағы шығармашылыққа бет бұрып кеткен балалар көбінесе оқу жағынан ақсамдайды. Оқу қалай болды? Оқу жаман емес, Аллаға шүкір. 4-5-ке оқыдық. Үлгерім жақсы болды. Өйткені бізде бірінші сол үйде жалпы әкеміз білімге қатты мән берді. Біздің мақсатымыз сол жаңа оқып, жақсы үлкен жетістікке жету, университеттерде оқу деген сияқты сондай бір нелермен жалпы білімге жақсы қарадық. Енді мен осы орайда айтып кеткім келеді сізге. Менің жалпы өмірімде 3 төңкеріс болды. Енді төңкеріс дегенде сіз немен ойлап қалмаңыз, төңкеріс деген жалпы өзгеру менің. Лев Толстойдың жақсы бір сөзі бар ғой. Егер сіз дейді, әлемді өзгерткің келсе дейді, бірінші өзіңнен баста дейді. Бірінші өзің өзгеру керексің дейді. Сондықтан да мен өзімнің өмірімдегі төңкерістер, 3 төңкерісім тура бірінші өзімнен басталды.
яғни айттым ғой, бірінші өмірдегі төңкерісім ол жаңа балалық шағым, яғни жаңағы анамдан айырылған кездегі менің ерте жетілуім, ерте есеюім. Вот сол кез маған қатты әсер етіп, мен кәдімгі өмірімде бір керемет бір төңкеріс болды. Ол әрине жақсы жағынан өзгеріс болды. Екінші өмірімдегі бір өзгеріс ол әрине менің жаңағы ауыл баласынан қала баласына айналуым. Яғни мен өзімнің ауылымдағы мектепті, Қанеки Жармағамбетов атындағы орта мектеп болатын, сол мектепті өзім 10-шы классына дейін оқыдым. Бірақ сол 10-шы класстан кейін көп ойлар келді. Ойлай бастайсың, қалаға барсам екен, мынау ол кезде жаңағы күреспен, бокспен айналсам, осыны дамытсам екен, ары қарай облыстық республикалық жарыстардан орын алып, одан ары қарай енді басты мақсат олимпиада чемпионы болу дедік қой. Вот соған қарай бейімделіп, соған қарай ұмтыла бастадық. Сол кезде енді біздің ауыл өте қазақи ауыл болатын, қазақша. Бір енді өзіңіз білесіз, Қостанай облысы болғаннан кейін бізде ол жақта орысша ең бірінші барған кезде 11-ші классымда Жатауылдағы Қостанай облысы, Қостанай ауданындағы Жатауыл жаңағы Нашыбай атындағы орта мектепке бардым. Сол кезде бір өмірімде төңкеріс болды. Өйткені бір бойымда жоқ қабілеттер сол кезде пайда бола бастады. Сол кезде ашыла бастадым. Өйткені ауылда барлығы танығаннан кейін ұялшақтықпен, ұяңдықпен қаншама біз бойдағы бар қабілетті пайдаланбайды екенбіз да. Ал енді сол Наушыбай мектебіне ең алғаш рет барған кезінде ең бірінші қасиетім ақындық дейді. Ақындыққа жақын бола бастадық. Себебі өзіміздің әулетімізде де ондай ақын жандар бар. Олардың бірі жаңағы өзімнің туған ағам Нұрболат Мешітбаев деген шабыт фестивалінің лауреаты, республикалық бірнеше ақындар жыр мүшәйрасының жеңімпазы. Одан кейін өзіміздің әулетімізде де жаңа тәтелерім, ағаларымның барлығы ақындықпен жүргеннен кейін сол қасиетім, яғни сол қабілет пайда бола бастады. Сөйтіп спортшы дастан ақын дастанға айнала бастады. Сол кезде не істеріңді білмей жүрсің. Яғни мен ақындық бағытқа кетсем бе екен, әлде боксшы болсам екен, әлде анандай болсам. Бойда күш қуат болғаннан кейін ерік жігер, қайрат бар, қайда жұмсарыңды білмей энергияңды сөйтіп жүрген кезде жаңағы ақындықпен де кішкене жұмыс жасадым, газеттерде жұмыс жасадым. Ол кезде Жасыл алма деген болатын, Зеленый яблоко деген газет шығады. Соған арнайы өзімнің өлеңдерімді беріп, облыстық жыр мүшәйрасына бір-екі рет орын алғаным бар. Мінекей сондай бір өмірімдегі жаңа өзгерістердің бірі сол ақындықтың пайда болғаны, одан кейін еш нәрседен ұялмай сахнаға үйрене бастағаным, оның бәрі менің өмірімдегі өзгерістер. Бала дастанның өмірін түйдік, білдік, көрдік. Енді қызығы да бар екен, шыжығы да бар, қайғысы да бар деген секілді. Енді бұл өмір болғаны өзіңіз айтпақшы. Студент дастан қалай өзгерді? Сенің өзгеруің бірінші 40% дейді да, сана сезімге байланысты екен. Ал 10% жаңағы қабілетке беріледі екен да. Жаңағы сол 10% қабілетімізді дамытып жатырмыз ғой. Жаңағы ақындық болатын болса 10% болатын болса, соны біз 100%-ға жеткізуге тырысамыз. Одан кейін қалған 50% дейді да, ол қоршаған ортаңа байланысты екен. Қалаға келдің, ауылдағы дастан, қаладағы дастан, яғни өз жерде өзгеріс бола бастады. Яғни сенің қоршаған ортаң сені өзгерте бастайды. Бірақ бірінші курстан кейін жаңағы орта 50% дедім, орта адамды өзгертеді. Сол кезде менің үлкен өзгеріс болды. Сол жаңағы өнер саласында жаңағы жайдарман дейді, КВН дейді, бұрын КВН болды, одан кейін жайдарман болып өзгерді ғой. Сол салаға кете бастадым. Негізі жаңағы агроном деп айтып жатсыз. Агроном мамандығына мен өзім жүрегіммен қалап түстім деп айта алмаймын. Өйткені мен өзім спортқа жақын болғаннан кейін 11-ші классымда спорт мамандығын таңдап жүрдім. Шынымен де көрейін осы спортқа түсемін деген сияқты. Бірақ енді Қостанай облысы болғаннан кейін өзіңіз білесіз, астықты алқап, яғни алтын дәнге бай елміз. Содан кейін үйдегілердің ағаларымыздан, әкемізден ақыл сұрай бастаймыз. Не болайын? Болашақта кім боламын мен деп. Өзіңде болашақта кім болатын өзің ойыңда жоқ. Сенің мақсатыңды, арманыңды ол кезде әке-шешең қойып береді, дұрыс па? Содан кейін менің әкемде тоже спортшы боламын деген арманымнан гөрі, мына сен басқаруға лайықсың, сен басқару қабілетің бар. Мынау облыс әкімдеріне қараңшы, мысалы Сергей Кулагин, ол агроном, Нұралы Садуақасов деген кісі бар, ол агроном. Сен де сол агрономдық мамандыққа түсіп, сол үгіттеп,
сол агрономдық мамандыққа түсірген болатын. Агроном болсаң, әкім боласың. Әкім боласың деген сондай бір қағида қалыптасқан болатын сол кезде. Сен агрономсың, сен болашақта бір нәрсені жарасың, сен түбінде әкім боласың деген сияқты бір ойлар болатын. Сол енді үйдегілердің көңілін қалдырмайын деп, ол кезде де өзіңнің ұшқыр қиялың, мынау арманың жетелеген жоқ. Ол кезде үйдегі әкемнің көңілін қалдырмайын деп, сол агрономдыққа түскен болатын. Бірақ қазір агроном емеспіз енді. Қазір диплом қайда? Оқып бітіргенімді білемін, дипломымды алғанымды білемін, бірақ дипломмен ешқашан сол мамандықта жұмыс істеген емеспін. Өйткені ол жүрек қаламайтын нәрсені сен өзің істей алмайды екенсің. Сен біреудің қалаған нәрсесін, егер сен жүрегіңмен қаламай тұратын болса, онда оны істеп қажет жоқ, істей де алмайсың. Болмаса бір үлкен жетістікке ол біреу таңдаған мамандықпен сен үлкен жетістікке жете алмайсың. Бәрекелді. Сол агрономға түстіңіз енді, үйдегілердің көңілін қалдырмайын деп. Иә. Бәлкім әкім болып кетем ба деген де ой болған шығар ана жақта түбінде. Кім білген. Бірақ мамандықты онша қатты ұнатқан жоқпын дейсіз. Сол кезде бірақ арғай оқу керек болды. Бірақ өзіңізге де іздену керек болды. Қандай қимыл әрекетке бардыңыз? Енді ол кезде қандай қимыл әрекет дейсіз? Өзгеру үшін мені көбісі достарым, енді біз 11-ші класста интернатта жаттық негізі. Сол кездері біз кішкене саудаға жақын болдым. Жаңағы бір нәрсені сатып, ауылдан келеді, құртмай келеді, ұялмай соны сататынбыз. Телефондар сатып, сөйтіп жүретінбіз. Сол кезде жаңағы сыныптастарым, курстастарым, студент болғаннан кейін курстастарымның барлығы не? Ой, бизнесмен дастан деп. Енді ол кезде мазақтап, жаңағы қалжыңдап енді айтатын. Ой, бизнесмен дастан не болса құрт сатып жүреді, ананы сатып жүреді, мынаны сатып жүреді. Сөйтіп үлкен бизнес бастап кетпесем де, сол жаңағы кәсіптің жолында солай басталады ғой, аз нәрседен бастау керек қой. Кезінде кімге айтсаң да қазір дүкен, магазин ұстап отқан адамдарға айтатын болсам, неден бастадың десем, ой, кезінде шемішке сатып содан бастадық деген әңгіме бар ғой. Тура сол сияқты мен де ең алғашқы кәсібім, ең алғашқы осы нем бизнес жолындағы ең бірінші нем ол жаңағы құртмай ауылдан келген соларды сату болатын. Табыс болды ма? Табыс болды, әрине. Үлкен ол кезде бірінші, екінші курсымызда уже мен көлік мініп жүрген кезде достарымыз әлі көлікті де алатын жағдай болған жоқ. Әрине өзінің еңбегімен. Осы жерде тағы сұрай кетейін. Менің білуімше агроном оқуынан кейін тағы да бір оқуға түстіңіз. Мен қандай екенін де білемін. Онда сұрақ былай болсын. Неге тепловоз жүргізушісі? Неге ол мамандық? Әрине, түсінемін сізді. Агроном мен тепловоздың айырмашылығы жер мен көктей дейсіз ба? Әрине, енді әкім боламын деген бала неге тепловозға кетіп қалды деп отырған әңгіме ғой. Бұл енді мен біріншіден айтарым, бір өмірдің ағымы десек болады. Себебі мына студент кезімде айттым ғой, кәсіппен айналыстық, сырт елден, Россия ол кезде Ресейден машиналар тасып бастадық. Одан кейін 4-ші курсын бітіргеннен кейін мен бірден жаңағы диплом алдым, одан кейін үйлендім. Жаңағы айттым ғой, жеке өмір сүріп өсіп қалғаннан кейін алдымда 4 ағам тұрса да бірінші болып үйленіп, олардың әрине рұқсатымен үйленіп, семьялы болғаннан кейін жақсы ақша табу керексің. Енді агроном мамандығы бойынша мен жұмысқа бірден әкім болып кете салмайсың ғой. Ол төменнен бастау керексің. Сол төменнен бастағанда оның енді айлығы 40-50 мың, әрі кетсе 60 мың. Қостанайда зарплата солай, жалақы солай беріледі. Енді ойлаңыз, 40-50 мыңға сіз семья асыра аласыз ба? Жоқ, сіз бір мемлекетті шарлап, бір рахаттанып, бір саяхат жасай аласыз ба? Жоқ, әрине. Болмаса бір керемет өзің қалағандай машина ала аласың ба? Жоқ. Болмаса керемет үйді ала аласың ба? Жоқ. Себебі ол жерде менің қойылған арман мақсатыма сол бір кедергі жасап тұрды. Сол агроном болмай қояйыншы дедім. Сөйтіп жүрген кезде, мынау Ресейден көлік әкеліп тасып сөйтіп жүрген кезде, ол да жабыла бастады, Қазақстанға машиналарды кіргізбей қойды. Сол кездерде кішкене бір қиындық туып, агрономдық мамандықпен жұмыс істемейтін болғаннан кейін жұмыс іздей бастадық. Енді семьяны асырау керек, отбасын асырау керек. Сол кезде бір достарымның тағы да жаңағы бір ұсынысы болды. Өзі сонда істейтін, сол тепловоз жүргізуші болып істейді. Осындай мамандықты оқып алсаң, ол жерге кіресің жұмысқа. Ол жерде 150 мың айлық бар, саған былай да жетеді. Керек десең демалып тұрасың,
поликлиникаларға тегін барып емделіп тұрасың, барлығы тегін, бәрі керемет дегеннен кейін соған бір қызығушылық артып, енді тепловоз жүргізуші болуға қызығушылық емес, жалпы жұмыс болатынына қуанып, сол мамандықты Павлодар қаласында оқыған болатын. Сол мамандықты Павлодар қаласынан бітіріп шықтым. Ол менің былай айтқанда екінші дипломым. Бірақ қанша дегенмен мынау жүрек қаламайтын болса, сен ол нәрсені істеп шықпайсың. Сөйтіп менің түсінгенім сол, өзің қалаған нәрсені істеу керексің да. Сен жаның нені қалайды, соны жаса. Мені айтып отырмын, жаңағы достарым, сен бизнеске лайық адамсың, бизнесменсің деп қанша кекетіп, біреулер кекетіп айтты, біреулер мазақ қылды, біреулер шынайы тілегін айтып жатты. Бірақ сонда да сол бизнесті қаладым. Тепловоз жүргізуші болып дипломын алғанмен де, бірақ тепловоз жүргізуші болып бір айда бір күнде істеген емеспін. Осы кезге дейін мен шындығы керек, бір ретте госорганда істеп көрген емеспін. Және біреудің мақсаты дейді ғой, былай айтқанда, сіз енді госслужбада істейтін болсаңыз, айлыққа істейсіз. Ол жерде жаңағы понедельник, будильник, начальник дегендерден шаршайсың да. Мен еркін өмір сүріп қалғаннан кейін бір бизнес саласын содан кейін таңдадым негізі. Сөйтіп тепловоз жүргізушінің дипломы сандықта. Ол да сандықта жатқан. Ол да сандықта жатыр, иә. Бәке, айтып отырсыз, жаңа студенттік өмір бітті, үйлендім деп. Енді ол кезде жаңағы тірлік жасау керек болды, үйленгеннен кейін отбасын асырау керек болды, бір жұмыстар жасай бастадыңыз. Осы кезде енді нағыз жұмыс жасайтын, нағыз тірлік ететін жұмыскер Дастан қалай өзгерді? Студент Дастаннан дұрыс айтасыз. Болды ма өзгеріс? Әрине, көптеген өзгерістер болды. Студент Дастаннан енді отбасын құрғаннан кейін, одан кейін кішкентайлы болдым. Ең алғаш енді қызым өмірге келді. Ол қызым маған уже мотивация болады, ол айтқанда. Сені жігерлендіріп отырады да. Сен енді бар ойың отбасымды қалай асыраймын, семьямды қалай асыраймын, осы балаларым менің көрген менің бір өмірде енді қатты қиыншылық көрдім деп айта алмаймын. Бірақ сонда да менің өмірде бір қиындықпен өскен сәттерімді осындай олар көрмес екен деген ниетпен солай не істедік. Енді үйленгеннен кейін оңды солды білесің, ерте есейесің. Өзім 20 жастан аса бастағанда үйлендім. 20-дан? 20 жастан аса. Жастай кетіпсіз, ә? Иә. Енді достарым әзілдеп жатады енді анау. Сен ВК-ға жетпей кетіп қалыпсың ғой агенттің кезінде деп. Енді шынымен де сол агенттің кезінде танысып, сол қызбен сол қазір WhatsApp деген бар, Telegram деген бар. Иә, әрине. Содан не керек, менің өмірімдегі жаңа айтып жатқан төңкерістердің жаңа екі бір төңкеріс болды дедім ғой, өзгеріс болды дедім ғой өмірімде. Мына үшінші бір өзгеріс осы кезде болды деп ойлаймын. Менің қазіргі таңда бір қалыптасуыма, бір өзіндік орын алып, айтып өзіңіздің тақырыбына сай, мысалы, топ жарған деп отырсыз. Бір топты жарып шығуыма бір себепші болған бір нәрсені айтып кетейін. Ол менің осы Арман қала Алматыға келуімнен басталды. Себебі мен өзім Қостанайда тұрғаннан кейін жаңағы жұмыс болмады ол жақта. Одан кейін арман қуып осы бизнес жолында Қытайымыз жақын ғой мына жерде. Сол Қытайдан бір сауда саттық жасап көрейін деп, біреудің мақсатымен емес, өзім мақсатыммен өмір сүрейін деген ниетпен, сондай бір Алматы деген үлкен мүмкіндіктер қаласы ғой. Сол өзімнің мүмкіндігімді, өзімнің бағымды сынап көрейін деп осы Алматыға келген болатын. Ол кезде Алматыға ең алғаш келгенімде, шыны керек, ол кезде менің жаңа әйелім және 6 айлық жаңа қызыммен осы Арман қала Алматыға келдім. Алматыға қанша теңгемен келдіңіз? Алматыға өйткені жаймай келуге болмайды. Әрине, Алматы арзан қала емес, әрине. Бірақ дегенмен сол кезде келген кезде әрине енді тәуекел ете білу керексің, бірақ тәуекел етудің де бір жолы бар ғой. Алдын ала бір нәрсені ойластыру керек, жоспарлап қою керек қой. Сондықтан да мен де алдын ала ойластырып жоспарлап, астымда жүрген, өзімнің мініп жүрген көлігімді сатып, сол көлігімнің жаңа ақшасын, аз-маз ақшасын жинап, ол көлігімді сатқанда да біреуге енді айтады ғой, рассрочкаға беріп, бастапқы ақша 300 000 теңгесін алып, осы Алматыға келген болды. 300 000-мен келдіңіз? 300 000-мен келдім Алматыға. 300 000 қаншаға жетті? 300 000-ді мен айтайын, бар болғаны, даже бір айға да жетпеді. Өйткені мен жаңағы бизнесмен Дастан дегеннен соғатқа лайық болу керек қой енді. Өзімнің қалағанымда, мынау ішкі жан дүниемнің қалауы да сол. Бір кәсіптің кілтін былай ұстап алсам,
сол кәсіппен кетсем еркін өмір сүру да тәуелсіз өмір сүру. Мына Қазақстанымыз тәуелсіз өмір сүруге, жақсы өмір сүріп кетті ғой. Тура сол сияқты мен де бір жақсы өмір сүріп кеткім келді, тәуелсіз өмір сүргім келгендіктен сол жалпы кәсіпті таңдадым. Ең алғаш рет Алматыға келген кезде әрине Алматыға кім келсе де бірінші көбісі енді 70-80% Алматыға келгендердің. Басындағы не болып істедіңіз, қандай кәсіпті қолға алдыңыз десе, мен басында келгенде барахолкадан бастадым дейді. Жаңағы шемішке саттым деген әңгіме ол да. Сөйтіп ең алғаш рет әрине бірінші Алматыға келгеннен кейін барахолканы көру керек. Бірінші бастамам, бірінші кәсібім осы Алматының барахолкасынан басталды. Нағыз жұмыс барахолкадан басталды. Нағыз жұмыс барахолкадан басталды. Қазір енді күліп айтып отырмыз, бірақ сол сәттер, сол қиын кездер болды. Енді оған да бір тоқталып кеткім келеді. Әрине ол осы видеоны көріп жатқан адамдарға да бір септігін тигізеді деген ойдамын. Үлкен тәуекел жасаңыздар дегім келеді. Себебі мен де тәуекел жасап бір баламды құшақтап әйеліміз екеуміз осында келген болатынбыз. Бірінші кәсібім менің айран сүт сату, сол баяғы құрт сату деген сияқты ғой. Құрттан келген. Бірақ енді ол кезде де қателіктер көп болды. Оның мысалы айран сүтімізді сатып апта сайын жаңағы базарға шығып айран сүт сатып тұратынбыз. Бірақ бұл жолы ауылдан емес, арнайы жасалған осы қаланың ішіндегі айран сүттерді сататынбыз. Бірақ оның да алдын алмай бізде жаңағы 300 мың теңге сенің холодильник алуыңа басқасына жетпейді ғой. Сондықтан да оның алдына қарастырмағаннан кейін Алматыда сол жылы ең алғаш рет келдім мен. Как раз декабрь айында келдім. Неше жыл болды? Декабрь айында Алматыда жүргенде қазір міне 3 жыл берді. 2 жылдан асты, 3 жылға кетіп жатыр. Сол кезде жаңағы айран сатудан басталып тұрғанда оның алдын алмағаннан кейін ол ашып кетті. Ашып кетті, сүт әкелеміз, ол ашып кетеді. В общем, сол бизнесте мен банкрот болдым. Яғни құлдырау бола бастады. Сенің айраның жаңағы айтайын деген, Қостанайдан келген кезде Қостанай қатты салқын, өзіңіз білесіз. Ең аз дегенде 25-30 градус, ой, рахат-ай дейміз. Бұл жаққа келгенімде ең алғаш рет көрдім мен. Менің декабрь айында келгенімде 12 градус жылы болып тұрды. Январь айларында уже 5-6 градусқа дейін жылы болып тұрды. Енді ойлаңыз, сіз жылы жерде сіз айран мен сүтін сақтай аласыз ба? Өзінің срогы да бір айналдырған бір апталық срокпен беретін ол кезде. Натуральный продукт қой енді. Әрине. Сөйтіп айранымыз, сүтіміз ашып бір қиыншылықтар бола бастады. Одан кейін осыны қойшы деп оны тастап айранды қойдыңыз. Айранды қойдым. Айраннан былай айтқанда банкрот болдым. Одан кейін қайтып не істеу керек? Қайтып тұру керек, семьяны асырау керек. 6 айлық бала бар. 6 айлық бала бар. Одан кейін ана жақтан Алматыда кетіп баратқанда достарың айтып кеткен әңгімең бар. Мен көтерілем ертең, бүйтем, арманыма жетем, мақсатыма жетем, шынымен де бизнесмен боламын деген ана жақта жатыр ғой. Сол намыс жібермейді. Бір айдан кейін шыны керек, мен кеткім келіп кетті Қостанайға қайтадан. Жаңағы арман қуып келген бала уже арманың айдалада қалды. Өйткені өмірдегі кішкентай бір қиыншылықты көргеннен кейін соның бәрі барахолкадан басталып, барахолкадан аяқталсыншы деп кетіп қалдым. Аяқталсыншы деп Қостанайға қайтып кеткім келді. Бірақ не істеп қалды? Бірақ сол мына жақта намыс қой. Еркекті намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді. Ол бекер айтылмаған. Сөйтіп табысым болмаса да намысым бар деп сөйтіп жүріп, әйтеуір қалып, сол кезде екінші кәсібім менің колбаса дейміз, шұжықтар сату болды. Колбаса, жаңағы сосиски дейміз, сондайлар сатумен. Сіз тәуекелді қатты жақсы көреді екенсіз тәуекел етуді. Мен білуімше, олар да көп шыдамайды ғой. Олар да көп шыдамайды, әрине. Именно сол кәсіпті бастағанда біз бұзылып кететін бір, иісі шығып кететін бір дүниелермен бастаймыз. Олға да бір банкротқа болуымның себебі тағы сол холодильниктің жаңағы қателікті бір қайталап тұрған. Негізі өмірде дейді, қателік жасаудан қорықпаңдар дейді. Қателікті қайталаудан қорқыңдар дейді. Мен сол қателікті қайталаудан тағы қорықпай тұрмын ғой. Соның кесірінен тағы мынау шұжығым, нем барлығы сасып, иістер шыға бастады. Өте қиын кезең болды. Сол кезде тағы да бір үлкен табыс табамын деген жолда сол не істеп едім, бірақ сол да зая кетті еңбегім. Ол да әрине бір Алланың сынағы, өмірде сынады деп ойлаймын. Сол кезде не істерімді білмей қалдым. Бір күні сол барахолкада шағын бір кішкене бір мешіт бар екен. Сол мешітте отырып, жаңа отырсам, әйелім звондайды маған, жан жарым звондайды. Алло, осылай, жаңа қызыңның памперсі бітті, смеспен тамақтанатын. Сол сместі бітті, оның өзі 1750 теңге тұрады. Дана памперсін есептей беріңіз, ол 2000 теңге тұрады ол кезде.
А мен сол күні сол сәтте менің даже үйге барып қайтып барахолкадан үйге қайтарға ақша таппай отырғаным. Қалтамда сол барымыз айтайын, шындығы керек, бар болған 60 теңге болды сол кезде. Ол әрине бір қиыншылықпен еске алатын дүние. Қазір күліп мәз болып айтып отырмыз, бірақ сол бір қиын шақтар. Бір Аллах бір сондай, Алла Тағаланың өзі айтады ғой, мен сендерге дейді көтере алмайтын қиыншылық бермеймін дейді. Сол нәрсе деп ойлаймын. Сол кезде Алладан бір тілеген сәтім болды. Раббым, Алла маған бір осылай бір көмек берші, бір кәсіптің бір жолын тауып берші, бір қандай кәсіппен айналыссам екен, қандай бизнестер, сол жолға мен түсірші, бір тұрақтылық болса екен деп. Енді мен ана бизнестен мына бизнеске кетіп жатырмын, ана бизнеске кетіп жатырмын, тұрақтылық болмады да. Содан тұрақтылық болмаған жерде табыс болмайды ешқашан. Сол кезде сол мешіттен дұғамды тілеп, Алладан тілеп шыққанымда бір аяғым бір сылтып басатын, бір ойбай аксессуар сатамын, телефонның наушник, зарядка сатамын деп жүрген, айқайлап жүрген дауысын естідім. Содан кейін сол кісіден барайыншы. Енді барахолкада жүргенде әркімнен сұрайсың, бір киім сатып жатқан кісіге барасың да, киім сатып. Сен киім сатып жатсың ба? Иә. Қаншалықты пайда табасың? Осы дұрыс деп ойлайсың ба? Болмаса тағы бір нәрсе сатып жатады, бір кілем сатып жатады, одан барып сұрайсың. Осы пайда бар ма? Табыс бар ма? Ақша түсе ма? Сөйтіп жүргенде жаңағы аксессуар сатып жүрген адамға барып тоже сұрадым жаңағы. Аға, сіз осыны сатып жүрсіз, жүріп сатып жүрсіз. Осыдан 300 теңге, бір әрі кетсе 400 теңгеге сатасыз. Осыдан бір пайда бар ма дедім да. Сондай бір не істеп кеткен ғой, жылап тұрып сұрадым. Шын айтыңызшы, осыдан пайда бар ма өзіңізде?